Армысыздар, құрметті тыңдарман, күй жанашырлары. Күйші композитор, дирижер Нұрғиса Тілендиевтің шығармашылығына арналған қазақ сазының сайып қанатты ақпараттық сағатымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Өмірбаяны тоқталатын болсақ, Тілендиев Нұрғиса Атабайұлы 1925 жылы 1 сәуір күні Алматы облысы Іле ауданындағы Шилігемер ауылында дүниеге келген. Әкесі Атабай домбырашы, халық әндерінің білгірі болған. Шешесі Салиха да музыканы жақсы көрген, өлең айтқан, тіпті сырнайда да ойнаған. Нұрғиса бала кезінен бір орында отырмайтын. Анасы балам бір бәлеге ұрынып қалмасын деп аяғын ағашқа байлап қойған кездері де болыпты. Артынан баланың энергиясы домбыраға қарай бұрылған. Сөйтіп Нұрғиса 5 жасында әкесінен домбыра тартуды үйренген, ал анасы ноталық сауатын ашқан. Бір күні Ахмет Жұбанов Нұрғиса тұрған үйдің жанынан өтіп бара жатып домбыраның үнін естіп қалады. Ұлттық аспапта сонша шебер ойнап отырған кім екенін білгісі келеді, 6 жасар баланы көтеріп анасы ұлының тағы да бір рет домбырада ойнауын сұрайды. Шешесі Салиха келіседі. Бірақ көз тимесін деп баласымен Жұбановтың ортасына шымылдық іліп қояды. Ахмет Қуанұлы баланың ойнауын ұйып тыңдап, оған музыка училищесіне баруға кеңес береді. Училищеде баламен басқа композитор Латиф Хамиди айналысып, оны би классына жазып қояды. Іс-сапардан келген Жұбанов талантты домбырашыны балет сабақтарына барып жүргенін көріп, дереу музыка классына ауыстырады. Домбырамен қатар Нұрғиса бокспен де айналысқан. Алайда Ахмет Жұбанов не бокс, не музыка деп шарт қойғаннан кейін Нұрғиса өнерді таңдайды. Зұлмат соғыс. 1943 жылы Нұрғиса Тілендиевті соғыс қалып кетеді. Сол кездегі көпшілік жастар сияқты 16 жастағы жігітте төлқұжатына 2 жас қосып жаздырып алады. Сөйтіп 1945 жылы 9 мамырға дейін Нұрғиса Курск шайқасынан бастап Берлинді алғанға дейінгі сарбаз жолымен жүріп өтеді. Бірнеше рет жараны алады. Соғыс біткеннен кейін ерлігі үшін Берлиндегі алған марапаты және де Ұлы Отан соғысындағы жеңісі үшін медальдармен марапатталады. Нұрғиса Тілендиев әскери қызметті жалғастыруға да ойлаған. Бірақ Ахмет Жұбанов әскери округты бастықтарына соғыстан соң елде талантты музыканттарға деген қатты сұраныс болатынын жеткізіп, Тілендиевті қайта ұтып өтініш жазды. Ақыры Нұрғиса 1945 жылдың қазанында әскерден босатылды. 1948 жылы Нұрғиса Тілендиев Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік консерваториясының емтиханын тапсырып, оқуға түседі. Ұлт аспаптар бөлімінде 2 жыл оқып шығады. Оқуын аяқтаған соң Нұрғиса Мәскеу консерваториясына оқуға барады. Осы оқу орнына түскен алғашқы қазақ досы Нұрғиса Тілендиев болды. Оқудан кейін Абай атындағы Қазақ опера және балет театрының бас дирижері лауазымына тағайындалады. Театрдағы жұмыс кезінде көрермендер оның Ортеке балет поэмасына, Достық жолымен балетіне, Менің Қазақстаным кантатасына тәнті болды. Осы жұмыстар үшін ол еңбек қызыл ту орденімен марапатталады. Қазақ СССР еңбек сіңірген өнер қайраткері атағына ие болады. Шағын ансамбль оркестрге айналады. 1980 жылы Нұрғиса Тілендиев Қазақ филармониясының жанынан отырар сазы оркестрін ұйымдастырады. Басында шығармашылық ұжымы шағын ансамбль ретінде өнер көрсетті, ал 2 жылдан кейін оркестр болып құрылды. Артынан оған кең шанақты және шеңкілдек домбыралар нар қобыз, жез қобыз, мес қобыз, сазген аса, шертер, адырна, даңғырға және тағы да басқа аспаптар қосылды. Тікелей өзінің ұйымдастыруымен дүниеге келген отырар сазы халық аспаптары оркестрі бас дирижері қызметін атқарды. туындыларына тоқталатын болсақ, Нұрғиса Атабайұлы қазақтың
музыкалық мәдениетіне композитор, дирижер, орындаушы ретінде өшпес із қалдыруын суреткер. Ол 500-ден астам музыкалық төл туындылардың авторы. Осынау мол мұраның жанрлық аясында қайран қалдырған ән, күй, романс, увертюра, поэма, кантата, опера, балет сүйікті шығармаларынан достық жолымен, менің Қазақстаным, Қожамеровпен бірлесіп жазған Алтын қаулар операсы, Ата толғауы оркестр үшін жазылған шығармасы, Халық қуанышы, Қайрат, Жеңіс солдаты сияқты увертюраларын атауға болады. Аққу күйі, Аңсау, Арман, Ата толғауы, Әлқисса, Қорқыт туралы аңыз, Көш кернеуі, Махамбет, Фараби сазы, Саржайлау, Алатау, Ақжайық, Аққұсым, Өз елім сияқты ондаған әндерінің халықтық бояу нақышының қанықтығымен, өзіндік қолтаңбасымен айқындалған, жұртшылықтың сүйіп тыңдайтын рухани қазасына айналды. Мұның сыртында 40-тан астам пьесаға және 20-дан астам фильмге музыка жазған. Ұлағатты сөздер. Дінмұхамед Қонаев. Музыка адамзаттың әмбебап тілі ғой. Ол біздің жан дүниеміздің байытып, әсіресе ұлттық сана салтымызға булайтын сиқырлы күш. Мен Нұрғиса Тілендиевтің шығармаларын тыңдаған сайын осындай ойға қалам. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Тілендиев жазған күйлер тыңдаушысы қуантады да, жұбатады да біледі. Толғандыра отырып, ойландырады. Әлдейлей отырып, әдемі әсерге бөлейді. Онда атадан балаға мирас болып келе жатқан адамгершілік, асыл қасиеттер, инабат, иірімдер, мейірім мен рахым шапағат жаныңды баурайды. Онда мұқалмас жігер, қайрат, өрлік пен өжеттік ұлттық рух намысы бар. Меніңше Тілендиевтің күйлері бүгінгі тыңдаушылардың қалай бейжай қалдырмаса да, енді 10-20-100 жылдан кейін де дәл бүгінгі құдірет күшті солай сақтайды. Өйткені ол ақылым заманғы бабалар рухы арман мақсатымен сабақтас. Марапаттарына тоқталатын болсақ, Қазақстан халық әртісі, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері, КСРО-ның халық әртісі, Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен Нұрғиса Тілендиевна 1998 жылы халық қаһарманы атағы берілді. Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері. Осымен күйші, композитор, дирижер Нұрғиса Тілендиевтің шығармашылығына арналған қазақ сазының сайып қыраны ақпараттық сағатымызды аяқтауға рұқсат етіңіздер. Аман, сау болыңыз.